Сәлеметсіздер ме менің құрметті көрермендерім. Бүгін мен сіздермен кереметтей дәрумені бойында кез келген салатқа қоса беруге болатын, кез келген кезде жей беретін бір орам жапырақты тұздаған түрін көрсетейін деп жатырмын. Ол үшін мен міне бір кішкентай капуста, міне осы 2 орам жапырақ және 2 сәбіз болды. Осыдан басқа ештеңе керек жоқ. Ендеше мен арнамнан алыстамай, мен бірге болыңыздар. Құрметті көрермендер, капустамды әдемі етіп қазір турап аламын. Капустаны турадым, осындай қылып. Енді сәбізімізді теркадан өткізейік. Аса қатты ұзын қылмаймыз. Міне мен сәбізін деп әдемі етіп, енді осыны капустамен араластырамыз. Оны қатты езбейміз. Жай ғана сәбізмен капуста еріп болса, араласып болса болды. Енді мына бізде 2 литр суық су. Столовый ложка күш. 2 литрға 4 қасық тұз қосамыз. 2 қасық қант қосамыз. Араластырып аламыз. Капустаның иісі қандай күшті. Басатын бірден алып шығамын. Міне суын құйдым. Бүгінше мен бұлайынан осылайынан қоямын. 2 күн үйге қойып, арасына ертеңдер кішкене өзгеріске ұшыраған кезде арасына боздық кіргіземіз. Осымен менің бүгінгі лағманға қосатын, салатқа қосатын, қасына тағы бірдеңе қосып, вареники де жасап жеуге болады.
башка бир салатты бир неге косуп жебеге болот. Капустаны да оп-оңай, өтө тез, кереметтей осы рецептini пайдалансаңыздар болот. Сиздер менен бирге адистегидей болгон Арбагайбековна. Пайдалуу кеңештер аккаунтума жазыңыздар. Пайдасы өтө зор. Казактын бир кызын колдоп жеңиздер. Алланын ризалыгы үчүн. Сиздер менен бирге болгон адистегидей мен Лүпүл Тосамын.